ОБТ-да биология таңдап жатқан оқушылар, барлықтарына сәлем. Бұл Малика апай және менің YouTube каналыма қош келдіңдер. Малика апай бізде аптасына 2 рет видео шығарады, біреу тест талдау, біреу болса теория. Және бүгін мен сендерге тест талдауды алып келдім. Өйткені қазір оқушылар бізде активны ОБТ тапсыруда. Бәлкім практика үшін, бәлкім дайындық үшін сендерге нұсқа талдаулар керек, сонымен біз кеттік. Бүгінгі нұсқа талдау бізде Б деңгейлік нұсқа талдау болады. Яғни біздің нұсқаларымыз А, Б, С деп бөлінеді. Бүгін сендерге орташа деңгейлі нұсқаны алып келдім. Сонымен давайте кеттік. Бірінші сұрақ. Ірімшік, йогурт, айран, май тәрізді азық-түлік өнімдерін дайындауда микроағзалардың қызметі қандай? Микроағзалардың қызметі бізде ферментативтік болады. Өйткені өздерінің ферментативтік қасиеттерінің арқасында олар ашу процесін шақырады, сөйтіп біз өзіміз осындай керемет тағамдарды аламыз. Сонымен екінші сұрақ, тұқым қуаламайтын өзгергіштік дейді. Бұл жаққа назар аудару керек, кілтті сөз ол қуаламайтын. Тұқым қуаламайтын өзгергіштік тек қана фенотип деңгейінде жүретін, екінші атауы бізде модификациялық өзгергіштік болады. Яғни ген деңгейінде, хромосома деңгейінде ешқандай өзгеріс болмайды, тек қана қоршаған ортаға байланысты организм сырты ғана өзгереді. Үшінші сұрақ. Жасанды эволюциялық теория қағидасы бойынша эволюциялық фактор дейді. Өте жақсы сұрақ. Бұл бізде гендер дрейфі болады. Гендер дрейфі дегеніміз популяциядағы аллельдердің жиілігінің кездейсоқ мутацияға ұшырап өзгеріп кетуі. Ол кездейсоқ болуы мүмкін. Мысалы, популяциядан популяцияға ұрпақтар келе жатады, и олар басқа бір жануармен қосылып кетуі мүмкін. Немесе популяцияның ішінде аяқ астынан кездейсоқ сондай мутация болуы мүмкін. Суреттегі жүрек құрылысы сәйкес келетін ағза дейді. Енді бұл суретті біз бәріміз жақсы білетін шығармыз. Бұл жүрек бізде балыққа тиесілі. 2 камералы жүрек. Желбезекпен тыныс алады. Варианттарды қына қоян балық, өрмекші дейді. Әрине балық бізде желбезек арқылы тыныс алады. Балапандар, ал сендер желбезектің құрылысы қандай екен білесіңдер ме? Білсеңдер төменде комментарийға жаз кетіңдер, өз білімдерімен басқа оқушыларға бөлісіп, күшті көмек көрсетіңдер. Терінің ішкі 3-ші қабаты дейді. Жалпы тері бізде 3 түрлі қабаттан тұрады, және ең ішкі қабаты бізде май жасынығы болады. Кстати, осы YouTube каналда тері жайында аш 2 тегін видео сабақ бар. ОБТ-да теріге қатысты келетін бүкіл анатомия құрылысы мәліметтер және рецепторлар тезірек өтіп сендерге көруге кеңес беремін. Сонымен бізде 3 түрлі қабаттан тұрады. Бірінші қабаты эпидермис, дерма және май жасынығы қабаты. Диабет, семіздік, кариес түрлерін емдеуге қолданатын фермент ингибиторы ол бізде амилаза болып табылады. Кстати, ферменттер жайында сабақ тоже осы каналда бар. Видео деген разделге өтетін болсыңдар, 70-тен аса тегін сабақтарды көрсеңдер болады. ДНК-ның мономері дейді. ДНК бізде полимерлі биомолекула болып табылады. Және де оның мономері бізде нуклеотид деп аталады. Нуклеотид 3 заттан тұрады. Ол бізде фосфор қышқылының қалдығы, дезоксирибоза қанты және де азоттық негіздер. Дәл кеттік. Қанның ұю үдерісіне қатысатын жасуша. Қанның ұюын жасап, біздің қанымыздың көп жоғалтпауына қамтамасыз ететін жасуша, ол бізде тромбоцит болып табылады. Ауаға қатынасқа түскен кезде біздің жаңағыдай желім дейтін зат, фибрин жіпшелерін түзіп, одан кейін барып қанымыздың ағып кетуін тосқауылдайды. Қосындылары мен органоидтары болмайтын цитоплазманың бөлігі дейді. Бұл бізде геоплазма деп аталады. Жалпы цитоплазма деген кезде біз тек қана сұйықтықты ғана айтпауымыз керек, сонымен қатар органоидтарды айтуымыз керек. Мысалға, жасушаның 3 маңызды компоненті деген кезде біз айтамыз мембрана, ядро и цитоплазма деп атаймыз. Ал цитоплазманың ішінде бүкіл органоидтар болады. Егер де органоидтарды және басқа да қосындыларды алып тастайтын болсақ, таза сұйықтықты айтатын болсақ, осыны бізде геоплазма деп атайды. Өрмекші торын түзетін нәруыз. Бұл нәруіз бізде фибриллярлы нәруіз, яғни құрылымдық нәруіз болып табылады, және де бұның аты фиброин. Фиброин нәруізі өрмекші торын түзуге қатысады. Человек-паук. Шартсыз рефлекске тән дейді. Жалпы рефлекстердің 2 түрі бар, соның ішінде шартсыз рефлекс бізде бір түрдің барлық дарақтарына тән болып табылады. Мысал ретінде аралар немесе құмырсқаларды айтайық. Олардың бұлай жұмыс істеуі және де жаңағындай өздерінің жаңағыдай ұяларында бір бөлімдерге бөлінуі, немесе құстардың жылы жаққа ұшып кетуі, аюлардың қысқы ұйқыға кетуі, жануарлардың көбеюге ұмтылуы, бұның барлығы бізде шартсыз рефлекс, және де ол әр түрдің өзінің жеке дарақтарына тән болады.
РНК-да кездесетін көмірсу. Егер де ДНК-да бізде дезоксирибоза көмірсу болатын болса, РНК-да әрине бізде рибоза көмірсуы, және бұлардың барлығы бізде пентоза өкілдері болып табылады. Грам-теріс бактерия. Жалпы грам-терісте бізде 3 бактерия бар. Және де ол бізде диплокок, спирохета және де сальмонелла болып табылады. Барлық қан тобын қабылдайтын әмбебап реципиент. Реципиент дегеніміз қабылдайды, донор береді. Донор емес, донор. И қабылдайтын реципиент ол бізде 4-ші топ. И бүкілінен қабылдай алады, бірақ та ешкімге өзінің қанын бере алмайды. Кстати, балапандар, қан топтары жайында бізде тоже керемет тегін сабақ бар. Және де осы жалпы бүкіл біздің YouTube каналдағы тегін сабақтары осы нұсқа талдау біздің Пробио мектебінің қолдауымен түсірілген. Хей, сәлем! Осы YouTube каналда сен көріп жатқан сабақ саған ұнап жатыр деген үміттемін. Өйткені осы тегін сабақ Пробио онлайн мектебінің қолдауымен түсірілген. Пробио дегеніміз 10 және 11 сыныптың оқушыларын ОБТ-дан биологияға дайындап, оларды Қазақстанның ең топовый медициналық университеттеріне грантқа түсуге арналған онлайн курс. Пока-пока балапандар, келесі сабақта кездескенше. Пробио курсының бізде 3 артықшылығы бар. Біріншісі, қысқа видео сабақтар біздің ыңғайлы платформада орналасқан, және сендер осы жақта 2000-нан астам тестті шешіп, дайын конспекттерді жүктей аласыңдар. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Және үшіншіден, сендердің мотивациялары мен дисциплиналарында қадағалайтын 24/7 байланыста болатын біздің кураторларымыз бар. Бұның барлығы менің авторлық методикам арқылы құрылған, және 92% оқушыларымыз осының арқасында жыл сайын өздерін қалаған мамандығына грантқа түседі. В общем, біздің курста барлығы күшті, тезірек тіркел, біз сені күтеміз. Толық түрленіп дамуда ғана кездесетін саты дейді. Ол бізде 4 түрлі сатыдан тұратын еді, және де именно толық түрленіп дамуда кездеседі бізде қуыршақ сатысы. 17-ші сұрақ, өсімдіктерде фотопериодизм заңына сәйкес жүретін үдерістің бірі. Жалпы фотопериодизм дегеніміз не? Бұл тірі организмдердің жыл мезгілдерінің ауысуында, күн мен түннің ауысуына өздерінің жалпы физиологиялық процестерін реттеуі болып табылады. Яғни бүкіл тірі организмдердің тіршілігі күн жарығына байланысты болып табылады. И бұл варианттар бойынша бізде бүршіктің жаруы. Егер де жыл мезгілі ауысып жатса, белгілі бір күннің энергиясы жер бетіне түсіп тұрса, қыстың күні бүршік гүлдемейді. Мысал ретінде немесе күзде гүлдемейді. Ол тек қана мысал ретінде көктемде гүлдейді, когда жыл мезгілі ауысып, күн жер бетіне чуть-чуть жақындаған кезде и жеткілікті мөлшерде жарық түскен сәтте. Ұрық жапырақшасының мезодерма қабатынан түсіледі. Жалпы ұрықта бізде 3 жапырақша бар. Мезодерма қабатынан, ортаңғы қабаттан бізде дәнекер ұлпасына қатысты және бұлшық еттерге қатысты бүкіл заттар түсіледі. Соның ішінде варианттар бойынша мен таңдаймын қан тамырлары, өйткені қан тамырларының қабырғалары менде түсіледі бұлшық еттен. Ал оның сырты түсіледі менде дәнекер ұлпадан, и жалпы бүкіл қан тарату мүшелері мен жүйелері мезодермадан түсіледі. Хромосома өлшемі, саны, пішіні, көбею мерзімі мен ұрығының даму күйлеу кезеңдегі мінез құлығы, яғни көбеюге қатысатын барлығы жататын қазіргі кездегі негізгі критерий. Әрине ол бізде генетикалық критерий. Балапандар, егер де организмдердің генетикасы, яғни хромосоманың саны хотя бір-біріне сәйкес келмесе, олар мүлде көбейе алмайды. Панкреатин сөлінің басты ферменті. Панкреатин сөлі ұйқы безден бөлінеді, ұлтабарға ашылады, және де оның басты ферменті майларды ыдырататын липаза болып табылады. Қоректік тізбектің дұрыс реттілігі дейді. Давайте көрейік. Бүкілі бізде өсімдік тұқымынан басталып тұр. Өсімдік тұқымы кім жеуі мүмкін? Әрине тышқан. Тышқанды дальше жейді түлкі, потом түлкіні бүркіт жеуі мүмкін. Так что В вариантына бірден дұрыс түстік, осы дұрыс болады. Но екінші вариантта қарайтын болсақ, өсімдік тұқымы тышқан, тышқанды торғай жемейді, дальше уже сәйкес келмейді. 22-ші сұрақ. Өрмекші тәрізділердің бөліп шығару өнімі. Ерекше өрмекші тәрізділерге тән, ол бізде гуанин болып табылады. 23-ші бір жауаптық сұрақ, ол бізде жапырақтағы транспирация үдерісі. Транспирация дегеніміз ол бізде суды буландыру, суды буландыру болып табылады. Транспирацияның 2 түрлі қызметі бар. Біріншісі ол өсімдіктің денесін қызып кетуден сақтау, екіншісі төменнен жоғарыға қарай постоянно суды тартып буландырып отыру. Ұлпа сұйықтығынан түзіледі дейді. Әрине ол бізде лимфа. Жалпы адам организмі 3 түрлі сұйықтығы бар. Ол ұлпа сұйықтығы, лимфа және де қан. И осы екеуі бір-бірін түзуге қатысады.
И последний бір жауаптық сұрақ. Тамақтанып жатқан мысықтың жанынан шардың қатты жарылу салдарынан болады дейді. Бұл жақта бізде болады, сілекейдің бөлінуі тежеледі. Не себептен? Өйткені бұл бізде бағдарлау рефлексі, оны бізде ортаңғы ми реттейді. Икіда бағдарлау рефлексі болған кезде біз өте қатты бір қауіп сезінген кезде, мысалға ол өте қатты дыбыс болуы мүмкін, слишком қатты жарық болуы мүмкін, біздің организмде бүкіл процестер тоқтайды да, и біз бағдарлаймыз, қараймыз, қай жақтан бізге қауіп төніп тұрғаны и қашуға дайын тұрамыз. Сонымен құттықтаймын, бір жауаптық сұрақтарды бітірдік. Енді сендермен көшеміз контекст сұрақтарына. Контекст бізде күшті беріліпті резус конфликтке байланысты. Қан топтары сәйкестігін білу қан құю кезінде өте маңызды. 1940 жылы қан құрамынан аглютиноген болып табылатын резус нәруізі анықталды. Ол адам және резус макака маймылының қан құрамында болды. Яғни резус дегеніміз ол макака наты, ол просто лабораторияда өмір сүрген сондай макака болған. И адамның қанында сол нәруіз анықталған. И макаканың резус деген қанда анықталғандықтан бұл нәруізі просто резус деп атаған. Сондықтан бұл нәруіз адам қанында табылса резус фактор 10, жоқ болса резус фактор теріс болады. AB0 жүйесі бойынша қан топтары мен резус фактор арасында байланыс болмайтын. Егер анасы мен ұрықтың резус факторын сәйкессіздік болса, ана мен ұрық арасында резус конфликт жағдайы туындайды. Ұрықтың дамуы алғашқы кезінде бұл жағдай байқалмауы мүмкін, кейін ана ағзасы ұрықтың эритроциттерін бөгде заттар ретінде танып, антиденелерді түзіп қарсы тұрады дейді. Мына кішігірім сурет берілген, енді бұл өте кішігірім болыпты. Анасында теріс резус фактор болып тұр, балада бізде оң резус фактор болып тұр. Енді қараңдар, адам организміне егерде любой бөтен нәруіз енсе, ол антиген болып табылады, яғни ол жау болып табылады. Резус ол бізде нәруіз. Егер балада ол резус фактор бар болса, және де ол оң болып табылса, ол уже бөтен нәруіз. Әйел организмінің иммунитеті оны бөтен деп ойлайды и шабуылдағысы келеді, бірақ плацента оған рұқсат бермейді. Но бұл тек қана бірінші жүктілік кезінде ғана болады, екінші жүктілік кезінде. Егерде белгілі бір іс-шараларды жасамаса, бала өліп кетуі мүмкін. Сонымен осыған қатысты тесттерді шешейік. Біріншісі, адам қанының бірінші тобында теріс резус фактор болған жағдайдағы генотип дейді. Бірінші топтың қан тобын тауып алайық, әрине ол бізде И0, И0. Резус фактор теріс болса, бізде минус қойылады, резус фактордың бірінші әріпі жазылады, сонымен Б варианты болады. Резус конфликт қаупін төмендетудің әдісі дейді. Қараңдар, бүкіл адамдар үйленген кезде олар учетқа тұрады, яғни белгілі бір органдарға, поликлиникада жазылады, және де бала пайда болатын кезде бұның барлығы врачтармен тіркеледі. Сондықтан бірінші вариант болады. Әйелі теріс резус, күйеуі оң резус болатын ерлі-зайыптылардың қан топтарын тіркеуге алу. И міндетті түрде әйел адам жүкті болған кезде оның қаралатын роддомында, гинекологында бұл учетта жазылып тұрады. И бүкіл врачтар дайын болады осындай ситуацияға. Екінші жүктілік кезінде бала резусы оң, анасында теріс резус болса, бізде гемолизік сары ауру дамиды. Яғни қазіргі кезде әрине осындай теріс резус фактор мен оң резус фактор үйленсе болады, ол жақтан белгілі бір антиденелерді салу арқылы екінші жүктілікті оңай жасауға болады. Но егер тіркеуге алынбаса, екінші рет жүкті болатын болса, осындай ауру дамиды, бала шетінен кетуі мүмкін. Анасының резус факторы жоқ болып, бала қанында болса, не болады дейді? Әрине бізде резус сәйкессіздік дамуы мүмкін, өйткені бізде резус фактор конфликт болады, резус конфликт болады. Потому что анада ол жоқ, балада ол бар, ананың иммунитеті оны бөтен нәруіздеп шабуылдағысы келеді. Сонымен, ОБТ-ның жаңа форматы атанған сәйкестендіру сұрақтарына көшейік. Мына жақта бізде эмбрионалдық және шараналықтың кезеңдерін сұрап тұр. Эмбрионалды дегеніміз ол бізде ұрықтың, яғни жатырға біткен зиготаның 2-3 айлық кезеңі. Шараналық дегеніміз ол бізде жүктіліктің 12-ші аптасынан бастап жүреді. Так, қарапайым диффузия. Қарапайым диффузия бізде заттардың липидті бей қабат арқылы тасымалдануы, яғни қарапайым фосфолипидтік мембрана арқылы ары бері өтуі оңай. Жеңілдетілген диффузия болса, заттардың арнайы тасымалдаушы нәруіздер арқылы тасымалы. Яғни бұл не деген сөз? Яғни арнайы нәруіздік саңылаулар болады, сол саңылаулардан олар өтуі керек. Осы бізде жеңілдетілген диффузия болады. Оттекті тыныс алу, аэробты тыныс алу немесе АТФ-тің пайда болуы міндетті түрде бізде митохондрияларды жүретін болады.
Ал оттексіз анаэробты даму бізде жүреді, қай жақта цитоплазмада жүреді. Кәдімгі жасушаның цитоплазмасында жүреді, бұны бізде гликолиз деп атайды. Келесі сәйкестендіру бізде механорецепторларға берілген. Печени денешігі. Печени денешігі бізде бірыңғай салалы бұлшықеттік мүшелерде орналасады. Руфин денешігі болса, тері созылғанда белсендіріледі. Келесі бізде гомологиялық және анологиялық мүшелер сәйкестендіру керек. Біріншісі бізде анологиялық мүше. Анологиялық мүше ол бізде шығу-тегі әртүрлі, бірақ құрылысы ұқсас. Мысал ретінде құспен жарғанаттың өзгерген алдыңғы аяқтары болып табылады. Біреуінде қауырсын болса, біреуінде терілі қат бар. Гомологиялық мүшелер болса, шығу-тегі бір, бірақ та түрлері өзгеше. Мысал ретінде картоптың түбіртегі мен пияздың түбіртегі. Екеуі де түрі өзгерген сабақ болып табылады. Сонымен бізде тек қана енді көп жауаптық сұрақтар қалды. Гипофиз безінен бөлінетін гормондар дейді. Бұл жақта жалғыз бөлінетін гормонды көріп тұрмын, ол бізде самотропин, яғни өсу гормоны. Бұлшықет ұлпасының микрофиламенттері. Микрофиламент десе, ол міндетті түрде бізде актин болып табылады. Екен ол филаментті нәруіз. Санырақұлақтардың жануарларға тән белгісі. Так, көрейік. Оларды қорзаты гликоген болады, гетеротрофты қоректену болады, және де хитинді қабықшалары бар. Суретте Б әріпімен көрсетілген құрылымдық деңгейінің ерекшелігі дейді. Бұл нәруіздің екінші ретті құрылымдық деңгейі. Ол бізде сутектік байланыс түзіп, оралымды ұстайды, және де шиыршыққа ұқсас қабат түзеді, яғни спираль. Ең соңғы сұрақ, түйінді жүйке жүйесі тән жануарлар дейді. Түйінді жүйке жүйесі бізде ұлуларға тән. Одан кейін барып бізде буын аяқтыларға тән болып келеді. Сонымен балапандар, Б деңгейлік нұсқаны талдауды аяқтадық. Егер де белгілі бір сұрақтар болса, комментарийға жаза кетіңдер, мен жауап беруге тырысамын. Ал егер де сендер күнделікті сторис, рилс арқылы, посттар арқылы биологияға дайындалғыларың келсе, барлықтан инстаграмға кіресіңдер ғой. Мен инстаграм аккаунтыма жазылып қойыңдар. Келесі видео сабақтарда кездескенше, всем пока!